Assalamualaikum қайырлы күн достар. Сіздермен бірге әдеттегідей ZGS Show. Бүгін бізде қонақта әнші, композитор Абзал Молдабек. Әбеке қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Шүкір Аллаға. Жақсы жеттіңіз ба? Қасиетті Рамазан айы мүбәрәк болсын. Әмин. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын иншалла. Әбеке, бұл кішігірім YouTube жоба болғандықтан өзіңізді емін-еркін сезініп, барлық сұрақтарға шынайы, барынша көңілді жауап берсеңіз, зор болатын еді. Иә. Емін-еркін. Енді Әбеке, әуелгі сұрақ, қай жердің тумасысыз? Мен негізі жалпы өзім осы Шымкент қаласында туып өскен. Абылай ауыл болады ғой, әр азаматтар. Ауылым мынау Арыс қаласына жетпей, Комсомол деген жер бар. Сол жердің тумасымыз жалпы. Жалпы ән жазатыныңызды білеміз. Ал өзіңіздің қожыңызда қанша ән бар? 90-ға кеп қалды ғой деймін. 90 ән болып қалды. 90 ән бар. Біздер енді 500 ән жазсақ та, соның ішінен бір 50 әні қатты бір халыққа танымал болса да жетер еді негізі. Енді ұлы Шәкеңдердей болу қайдан дегенмен сол кісілердің жаңағы сынығы дейді ғой. Сол сияқты бір кішкентай аз ғана бір көңіл сыйлап кетсек халық үшін, ол біз үшін мәртебе. Сондықтан ән жазудан шаршамаймыз. Қазіргі заманның өзінде ән жазу деген оп-оңай болып қалды ғой. Түсіне білген адамға ол жазып кете береді, бірақ оның сапасы жоқ та. Сондықтан мен ойлаймын, сапалы дүние жазу керек. Сондықтан әлі 200-дей жазатын шығармыз Құдай бұйыртса. Құдай қаласа. Әбеке, енді қаншауы хит деп қояйыншы бір ойыңызша. Санамаппын мен. Халық айтсын дейсіз ғой. Халық айтсын, мен санамаппын. Бір өзімнің ойымша 20 шақтысы хит шығар. Бәрекелді. Мен ойымша. Бірақ мен мынау хит біреу, мынау хит екеу деп санамаппын. Әйтеуір халықтың көңіліне жетсе, жүрегіне жетсе, соның өзі бір бақыт қой. Жалпы білеміз, сахнаға шығып әндер орындап жатасыз. Сол басқа композиторларға немесе басқа ақындарға жазғызып, өзіңіз ән жазғызып айтқан кездеріңіз болды ма? Мен шынымды айтсам, өзімнің әнімді өзім айтқым келмейтін. Өзіңіздің? Мүлдем өзім айтқым келмейтін. Неге? Осы күнге дейін білмеймін енді. Әркім енді сыншыл ғой. Мысалы біреудің, мысалы Нұрсұлтан сенің әнін мен тыңдасам, мен кәдімгі нартпасам, мен ойбай деп тұрамын да. Мен орындайшы осы әнді. Өзің композиторсың ғой, неге өзің орындамайсың десе, мен кәдімгідей бүйтіп өзімнің әндерімді ысыратынмын да. Ол не? Ол белгілі біздің ең менің ұстазым болып келеді, Бауыржан Есебаев ағамыз бір сөзінде өзіңді қадірлемесең, тәттен шықпайды деп. Сондықтан содан кейін ақыл кеңес ала келе сол бір жақсы бір дүниелерді шықса, неге өзім орындамасқа деп содан кейін бет бұрдым да. Оған дейін шын айтсам өзім шығарған әнімді өзім маған қызық емес сияқты да. Ақыры сондай емес екен. Енді Әбеке, жалпы ақынға мысалы толғаныста, қатты қуанғанда немесе қатты бір қайғыланғанда шабыт келеді ақынға, сөз жазу үшін. Енді сізге қай уақытта шабыт келеді, немесе қандай жағдайда шабыт келеді, яғни әнді туу үшін, сазгер ретінде. Мен осы сұрақтың жауабын өзімде кейде таппай қаламын. Себебі мың құбылып келетін шабыт та бұл. Мен кәдімгі ұйықтап атам, ұйықтайын деп адам жатады ғой. Сонда Құдайдың құдіреті шығар. Вообще ұйықтатпайды кесе. Өзімде білмей қаламын кегенін. Маған шабыт келді ғой деп атады ғой. Оның бәрі ондай емес негізі. Тылсым дүние сияқты. Тылсым күш сияқты бір. Ұйықтай алмай, аунап 3 болады, 4 болады, 5 болады. Мынау шабыт екен ғой дейсің да барып, кәдімгі гитараңды алып, бір как будто білетін әнді айтқан сияқты айтып аласың да, тер бұрқ ете қалсаң ұйықтайсың ғой. Қандай. Жақсы, жалпы отбасыңызда неше ағайындысыздар? Біздер 2 ұл, 1 қызбыз. Мен ең кенжесім. Үлкен ағам, кейінгісі әпкем, одан кейінгісі мен. Үйленгенсіз?
жоқ бойдақпын мен. Бойдақсыз ба? Бойдақсыз. Болашақта алдағы мақсат қай кезге қойып жатсыз үйлену? Енді мен ше шынымды айтсам үйдегілерге де айтамын, кездесіп жүрген, танысып жүрген қыздар жоқ емес, бар. Оларға айтамын, өнер адамы енді қатты бір менің осы күйеуім ғой дейтіндей өнер адамы деуге қиын деп ойлаймын. Себебі біздер өнер адамдары еркіндікті жақсы көреміз. Мысалға жаңағы құспен тең деп атады ғой. Иә. Қанаты жоқ құспен тең. Сол секілді Гастроль бар, басқа бар. Шығармашылық адам болғаннан кейін былай кетесің, халықтың арасында боласың, мысалы. Әркім өзіне байланысты, дегенмен халық сүйген жаңағы ұл болғаннан кейін, көпшіліктің баласы болғаннан кейін мен ойлаймын, ол күйеу қатты бір түсінетін қыз болмаса, яғни әйел болмаса, қиын деп ойлаймын. Көп естіп жатырмыз ғой, ажырасып жатыр өнердегі бауырларымыз. Сондықтан мен мүмкін сол адамды іздеп жүрген шығармын. Өзіңіздің адамыңыз. Яғни. Құдай қаласа сол адамыңыз жолсын дейміз. Амин. Құдай қаласа. Енді Әбеке, анаңызға сыйлаған бір ең қымбат сыйлығыңыз есіңізде ме? Былай болды. Мен Алматыда тұратын осыдан 2-3 жыл бұрын. 2-3 жыл емес даже. Осы карантиннің алдында. Сонымен Ернар Айдар деген бауырым бар. Ернар Айдар деген досым. Абзал Мейрамбек ағамен дуэт жазатын уақыт келді. Соны жақсы бір ән жазып берсең, мен Мейрамбек ағаға ұсынып көрейін. Егер ұнатса, нұр үстіне нұр болар еді. Менің бір 25 шақты әнімді айтады Ернар Айдар. Сол етене жұмыс істесіп қалғаннан кейін жақсы бір ән берші деді. Сонымен ал енді Мейрамбек Беспаев деген ағаға өлең жазу кез келген композитордың арманы деп ойлайды. Дұрыс айтасыз. Мейрамбек Беспаев ағаға өлең деген кезде мен уже қолдарым да бармайды, шабытым да келмейді. Үрейленді ғой. Үрейленді. Басқа әнші деші, отырып давай деп қасыма шақырып алып, мынандай бола ма деп шығарып беріп, мә деп табыстап жіберемін. Бір апта өтеді. Шықпаймын үйден. Мейрамбек ағаның туындыларын тыңдаймын, әндерін тыңдаймын. Соның образына кіремін. Келмейді. Мыс. Бір кезде. Жүрекке салдым десеңші. Бір кезде Құдайдың құдіреті, мүмкін Шымкентке келермін дедім. Мейрамбек ағаға ән жазу үшін мен кәдімгі үлкен процесте жүрмін ғой. Шымкентке келдім. Ол кезде Шымкентте БАМда қазір тұрып жатқан жерінде ешкім тұрмайды. Лестницасына шығып бараттында деп бірдеңе келді. Мен енді шынымды айтсам ел кезіп жүрмін ғой. Мүмкін Алматын маған бермей жатыр ма? Шымкентіме барамын деп ерінбей Шымкентке келіп. Сонымен мен сені ұмытпаймын деген ән келеді ғой. Сөз жинап. Ол кезде келгенде қалай? Мен сені ұмытпаймын деп тақырыбын жазамыз. Сөйтем де жіберем. Ернар Айдар мен Мейрамбек аға ол кезде Стамбулда демалып жүрген бар. Сөйтті. Ернар айтады, 20 ән жинақтадым. Ішінде 2-і сенікі, 18-і басқа композиторлердікі. Барып көрсетем. Өтпей қалса, ұнамай қалса сен маған ренжіме. Болды, ойбай, көрші. Ернар тыңдады ма? 2 күн екен. Жоқ, жауап жоқ. Ернар тыңдады ма? Жоқ, жауап жоқ. Бір апта өтеді. 20 әнді тыңдап атқан шығар деймін да. Мүмкін менікіне келіп қалған шығар. Көрші сұрақ Ернар. Жоқ, жауап жоқ. Бір күні енді кешкісін тамақ ішейін деп отырғам. Ернар Айдар звондады. Абзал, осындай бір емес 2 әнінде өтті. 2-ін де айтатын болдық.
негізі біреуін айтатын болған едік. Сол екеуі де әдемі болғандықтан, енді Аллахтың қалауымен екі ән бір емес. екі ән бір емес, екеуі де өтіп кетті ғой. 18 ән қайтып кері қайтқанда екі ән қалған. Сөйтіп екеуін де орындап шықты. Сондағысы менің енді бір қуанған әсерімді айта алмаймын. Жалпы бұл шығармашылық деген өте сондай бір пленка дейміз ғой, өте нәзік, өте жұқа. Ана бір дер кезінде ұстап қалмасаң ұшып кете береді ғой. Қанбақ шақсы. Иә. Дұрыс айтасыз. Енді өзі сондай Мейрамбек ағамызға жалпы толғаныспен жазылған "Мен сені ұмытпаймын" деген әні ұмытылмайтын ән болып тұр. Иә. Өйткені ол жай бір туа салған емес, өзіңіз айтпақшы. Жай отырып шығарып, енді былайша айтқанда примерно былай мынандай қандай стильде немесе қандай жанрда айтады деген сияқты жаңа әннің керемет. Құдай қаласа мына шабытыңыз шарықтай берсін дейміз. Иә. Енді келесі сұрағымыз, жалпы енді отбасы жайлы айтып жатырмыз. Жаңа енді ақын, жалпы өнер азаматтарының жан дүниесі басқаша болады, білеміз. Қияйсыңдар деп жатады. Өздерің бір нәрсені қиялдайсыңдар ма деймі, әр нәрсені қуасыңдар деген сияқты, ол түсінеміз. Енді жанұяңыздағы бір, Құдай қаласа бір келін сүріп анаңызға, өзіңіз жаңа бойдақпын деп жатсыз ғой, келін сүріп, сондай бір немеренің қолынан май жалатып, келіннің қолынан шай іштіру нәсіп етсін дейміз әбеке. Енді бір есіңізде болса бір отбасыңыз жайлы бір қызықтарыңыз, жанұяңыздағы бір. Мен бана сөйлеп кеткен екен, сөзін бөлмейін дедім. Анаңа деген сыйлық деп жаңа айтып кеткен кезде мен сол жаңағы Мейрамбек ағаға ән берген негізі аяғын айтып жіберейін. Аяғы сол. Ошын қысқасы рахмет деп Ернар маған қомақты ақша береді. Сөйтіп та сол ақшаның басын бұзбай анама кәдімгі алтын несі бар, бәрін алып берген. Бәрін алып берген. Өмірде анама ең үлкен қылған сыйлығым сол екен. Есіме түсіп жатыр да. Ал енді жаңағы отбасы деген мен үшін өте орны бөлек. Себебі отбасы деген ол жалпы әр адам үшін, әр бала үшін, әр ана, әр әке үшін ол бір мемлекет. Сондықтан мемлекет болғанда сол бір ұйытқысы болып, отбасымызбен үнемі осындай бір мәселені талқылап отырғанды көп жақсы көреміз. Себебі біздің әкеміз өте ұлағатты адам, анам да ұлағатты кісі. Анам 40 жыл мұғалім болған кісі. Әкем ауыл шаруашылық басқармасында бәленбай жыл қызмет еткен. Президентіміздің алғыс хатын алған кісі. Жалпы отбасы деген өте әдемі сұрақ. Мен мысалы өнеріңді бересің ба, отбасың үшін десе берем. Бәріне дайын. Жаныңды бересің ба, отбасың үшін десе берем. Жалпы барыңды бересің ба, отбасың үшін десе берем. Сондықтан отбасы деген мен үшін өте бірінші орын. Маңызы зор, иә. Ал енді жалпы өнерде жүрсіз, осы өнерде жүріп алғаш бастаған кезіңіз болсын, немесе қазіргі уақыт болса да, мысалға ата-анаңыздан қарсы болғандар, немесе осы өнеріңізге қарсы болған адамдар бар ма? Жалпы үйіңізде, бауырларыңыздан может? Иә, болды ғой, қарсы болды. Мен әкем ауыл шаруашылық басқармасында айтып өттім ғой, бәленбай жыл жұмыс істеді. Сонда 11-ші класста бітіріп, уже студент болайын деп жатыр, оқуға түсейін деп. Сонда әкем айтады: балам, әнді былайынша айта бересің. Давай сен мен мамандығыма түсші. Бәрін өзім үйретемін, бәрін өзім істеймін. Сонда жоқ папа, мен музыкаға кетемін. Музыка менің өмірім, өнерім музыка. Жан қалауы музыка деп түсіндірген кезде сәл қарсы болған кез болған.
балам, ол музыка деген қосымша нәрсе ғой. Айтатын болсаң, былай ақ айта бересің ғой енді. Алланың қалауымен музыкальныйға түстік. Қазір енді мына облыстық Шәмші Қалдаяқов атындағы филармониясында жұмыс істеп жатырмық. Былайша айтқанда, сол диплом жеңісін жеп жатырмыз. Аллаға шүкір. Бірақ енді әкенің жаңағы сөзі оқ дейді ғой. Иә. Мен енді түбегейлі қарсымын. Ол мамандыққа түбегейлі қарсымын балам. Болмайды деген жай жоқ. Әкеме түсіндіріп айттым. Әкемен осы саланы жан дүнием қалайды. Осы саланың түбіне қайтсем де жетем. Әнші болып қатты атақты болмасам да, бір нәрсе қылып әйтеуір жан жағынан ән жазып болсын, сазгерлік болсын, әйтеуір түбіне жетем деп өзім серт бергем. Енді Аллаға шүкір, әлі бір жеткен қатты неміз жоқ. Мен енді бастадым десем болады. Сондықтан біраз еңбегімізді етеміз қазақ үшін. Бағалана берсін әбеке. Енді әке асқар тау дейді ғой. Тәрбиесі темірдей, әкенің орны бір бөлек дейді. Енді әкеңізден сізге бір ең өзіңізге бір өмірлік ұстаным дейді ғой, қағида ретінде алған бір ақылын есіңізде ме әкеңіздің? Мысалы біреудің ала жібін аттама деген сияқты, немесе өзіңізге әкеңіз. Жаңа айтып өттім ғой, отбасымызбен біз үнемі жаңағы жиналыс дейді ма? Жиналыс дегенде жиналыс емес, бір отбасылық сұхбат. Ортақ шешім. Ортақ шешім, отбасылық сұхбат, кімнің несі бар, кімнің қандай тілегі бар, немесе кімнің қандай жоспары бар деген сияқты. Ол үнемі. Мен үйде 3 баламыз ғой. Енді мен ол кісілер ертең сұхбатты көріп отса ренжімесін. Жеке шығып та айтады, былай да айтады, үнемі өздері де біледі. Әкем мені қатты жақсы көреді. Бөле жармайды ғой, бірақ дегенмен менің тақырыбыма келген кезде әкем білексіз бана кіріседі. Екеуіне де айтады, ағама да әпкеме де айтады. Айналайын, бұл бала менің өзімнің собственным. Әбеке, енді әкеңіздің ұлағатты сөзі, немесе ақылы өзіңіздің өмірлік ұстанымыңыз ретінде ұстап жүреді. Мен әкем мені қатты жақсы көреміз. Барлығы әке балаларын жақсы көреді ғой. Дегенмен біздің ақылатымыз бөлек. Әкем екеуміздің. Ылғи да мен енді жаңағы гастрольмен немесе той томалақпен шет жаққа кетемін. Таңға жуып келіп қалатын уақыт болады ғой. Сонда әкем ұйықтап отырады. Мен сол көп жерде қонып қалатын жерлерде немен болса да, қалай болса да қайтуға тырысамын, себебі мен білемін, әкем ұйықтамайды. Мен кірме мүлдем ұйықтамайды. Оны мамам да жақсы біледі, үйдегілер жақсы біледі. Сонда ағам ренжиді маған. Сен осы өнер дейсің, басқа дейсің, кішкене ерте қайтуға болады ғой. Әкеміз сені күтіп отырады. Көз ілмей. Көз ілмей. Уайымдап. Кішкене аясаңшы әкем. Дейді, сөзі жағынан атады. Жалпы өнер адамын түсіну кез келген адамның санасына келмейді деп ойлаймын. Себебі өнердің жолы бір басқа. Сосын мен кейде қынжыламын ішімнен. Жалпы шығармашылық адамдары, мен любой шығармашылық адамдардың алдында айтып бере аламын. Себебі шығармашылық адамдар бұрыстан жаңағы өзіңіз айтпақшы, сәл басқа әлем. Қиялдау, иә. Қиял ол да бар. Себебі қатты бір қиял, тіктеп қиял деуге келмейтін шығар, бірақ өзіндік әлем бар. Соның бір симптомдары бар. Себебі менің өзімнің басында жаңағыдай ғой, біраз біреу сөйлесе, біраз екен ау деп тұрмыз ба. Өйткені анау әлемде де басқа нәрсені ойлап отыр. Басқа жаңағы әуен келген кезде мысалы айтып жеткізе алмаймын. Себебі сен сөйлеп жатқан сөзді мен елемеуім мүмкін. Сол үшін көп адамдар түсінбейді. Ал енді жаңағы әкенің тақырыбында барынша қамтып жауап беруге тырысып жатырмын. Әкенің тақырыбында әке ұлағатты сөзі деген балам ешкімнің ала жібін аттама деген.
сол себепті әке деген асқар тау. Жалпы мен өзімнің әкемді осы ертең көріп отырса, мен өз анамның алдында да айтамын. Анашым, бәрінен бұрын ренжімеңіздер, әкемді жақсы көремін. Папа, мы вместе. Ал енді осы біздің бағдарламамызды пайдаланып, өзіңіздің жаңа ата-анаңызға, мысалға, бауырларыңызға барлығына сәлем жолдасаңыз болады. Иә, енді менің өмірімнің мәні әкем бірінші очередь. Әкешіме аяулы болған, осы жарық дүниені сыйлаған анашыма, қолындағы барын аямай, мен үшін әрдайым қуанып, күліп, мұңайсам, мұңайып жүретін бауырларыма үлкен сәлемді жолдаймын. Мен сіздерді қатты құрметтеймін, жақсы көремін. Осы бағдарламаны пайдалана отырып, осындай бір сәлемдемені қабыл алыңыздар. Бәрекелді. Иә, енді әбеке біздің бағдарламамыздың келесі бір рубрикасы ол кез келген біздің сыйлы құрметті қонақтарымызбен бір ойын ойнау. Сондықтан да біздің өзіміздің әріптесіміз Нұрмахан бауырымыз өзіңізбен бір шағын ойын ойнаса, біз сол айдарға кезекті бұрсақ. Қайырлы күн, Zegez шоу бағдарламасында ойын айдары. Бізде бүгін тағы да айтып кетейік, қонақта композитор, әнші Абзал Молдабеков әбеке, тағы да қош келдіңіз. Бүгін менің ойыныма көмектесетін жүргізуші Нұрсұлтан бауырымыз. Жалпы әбеке, өзіңізге бір сұрақ қояйыншы. Әншілердің қаншауын танисыз Қазақстанда эстрада жұлдыздарынан? Бәрін шығар. Барлығы. Барлығымен араласасыз ба? Етене араласпасам да Сәлем түзіп. сәлем түсіп. Сәлем сізді ғой. Өте дұрыс. Енді әбеке, сіздің біраз әндеріңізді, танымалды әндеріңізді білеміз, көріміз. Біз қазір ойын жүргізетін болам. Егер де сіз жеңілсеңіз, маған бір ән шығарып бересіз. Болды ма? Ал егер Дүрекең жеңіліп берсе, маған 10 мың теңге береді. Болды. Келістік па? Келістік. Олай болса, ойынымыздың аты әншілерді тап деп аталады. Мен қазір мына қағазды сізге беремін. Сіз маңдайыңызды ыстайсыз, жазуын Нұрсұлтанға қаратып. Нұрсұлтан сол әншіні қимылымен сізге көрсету керек. Мен табуым керек. Сіз сол әншіні табуыңыз керек, атын табуыңыз керек. Түсіндіңіздер ғой? Жалпы түсінікті ғой, Дүреке? Түсінікті. Олай болса, қонағымыз Абзал Молдабековтен Қызыл бастаймыз. Wake the bird деп. Кеттік, олай болса. Мен алам ғой, Сізден бастаймыз. Жоқ, қойып тұрады ғой. Сіз көрмеуіңіз керек қой. Жоқ, көрмеймін мен. Жоқ, көрмеңіз. Көрмеймін. Дәл осы алған күйі былай. Иә, түсіндім ғой. Мен көрген жоқ. Көрген жоқсыз. Әлі қарамай тұрмын, иә? Қарамай тұрсыз. Бүйтейін ба? Жоқ, олай емес, былайынан. Былайынан алдыңыз. Осылайынан алдыңыз. Мынау әнші. Бір камераға да бір көрсетіп қойыңыз. Осы әншіні табуыңыз керек. Табуыңыз сіз керексіз. Фигурасы күшті. Мен айта беремін ғой, ол дей береді ол. Иә, дей береді ол. Әдемі. Просто сөйлемеу керек та бұл кісі. Қандай өлеңі бар? Биін, қимылын, іс-қимылын көрсетсеңіз болады, Дүреке. Сөйлей бер, смело. Күшті ма? Күшті болғанда. Зор болып тұр ма? Нәпсімай. Үш әншіге шейін рұқсатыңыз бар, айтуға. Үш әншіге дейін ғой, ойбай, рұқсат жоқ екен, кешірім сұрайын. Бұл кісінің рұқсаты бар, үш әншіге шейін айтуға. Егер таппаса жеңілесіз. Ерке Есмахан. Биін көрсетуге болады. Олай болмайды. Жоқ, ол дұрыс қой, гитарамен көп. Гүлнұр Оразымбетова бар. Әнін айтуға болмайды, әншінің әнін айтуға болмайды. Иә. Шашында жоқ, шашында лақтырады, в общем. Шашы ұзын ғой. Шашында, ой, оғыз. Нәпсімай деп қойсың көрсеңіз. Қойш. Кәмшат. Кәмшат Жолдыбаева. Бірінші айтуынан-ақ тапты Кәмшат Жолдыбаева екен. Не айтатынын білмеймін. Мынандай нәрсе істей алмайын шығар мен. Анау бір карамель дегендерді бұтын қойшы. Мен айта алмай Давай, кет. Келесі Нұрсұлтанға бересің, е? Нұрсұлтанға береміз. Көрмеймін. Мына жер тар емес па, ансап. Нұреке, сізге берейін. Осылай тура ма? Олай тура ма? Қараған жоқпын. Қолыңыз сәл алыңыз. Камера.
мен ол кісі жайлы тура примерно айтсам бола ма? Примерно айтсаңыз болады, іс қимылын келтірсеңіз болады, тек әнін айтпайсыз. Кім екенін атын айтпайды. Иә. Камераға бір көрсетіп қойыңыз. Біздің өнердегі орны бөлек апамыз. Шашы бұйра. Мақпал Жүнісова. Бәрекелді. Тапты. Еркесі қызымын деп тұрмын. Бірінші жауаптан тапты. Келесі кезек әбекеңде. Былай ғой, міне. Иә. Сен көрдің ба? Иә. Көрдің ба? Камера көрсетіп қойайын. Көрді. Нұрлан Испан. Қош, мен қанша нем бар? 3. Біреу күйді ма? Иә, біреу күйді. Қайрат Нұртас. Бәрекелді. Енді істей алмай қалды, әлде дайындап тұрған ғой, болып қалам. Жоқ, сол бұл қалай еді деп ана движение ше. Алмадым деп тұрмын ғой енді шыны. Келесі не ма? Келесі Жоқ, дәл соны беріп тұрмын ғой. сіз Дәл осылай алайын, ә? дәл осылай алыңыз. Дайынбыз. Камераға. Кім? Камераға. Кәдімгі өзіміздің. Бар ғой. Өзіміздің. Кәдімгі менің досым. Қазір мен айтайын ба оны? Нұрболат Абдуллин. Жоқ. Бірінші күйді. Соның жанындағы досымыз десең. Жолдасбек Атқан. Жоқ. Екінші күйді. Тоқташы, байқашы. Примерно шашын айтсам бола ма? Болады, шашын айтсаңыз. Шашын сызып алады. Әбжаппар Әлқожа. Дәл өзі ғой. Бәрекелді, үшінші дегенде жауабын тапты Әбжаппар Әлқожа. Бұл Мен онша жаңа Жолдасбек деп қалыптым да, біраз өзіміздің әнші дегенге Чимнеттікі ма деп алдым ғой. келесі әбекең. Әбекең. Міне. Сұрақ сізге. Камераға қаратайық. Кім екенін маған айтып жіберсеңіздер де болады. Көрсетіңіз. Қимылмен көрсет. Қимылмен көрсетіңіз. Бала ғой, ә? Бала. О, мына құсап келе жатыр. Құсап келеді. Ай деп. Ай деймін. Тоқта. Ай дейсің ба, мәші? Әнші ма? Әнші. Тұрыс Тұрыс осылай. барлығы әнші. Тұрыс осылай. Білесіз? Қиды әннің бірі. Айтып берейін ба ағайын? Кім екен? Айтып берейін ба? Төреғали ғой, Төреғали. Мынандай бір дүйсенесі. Я, сөзін өлең айтуға болмайды да просто. Айтпаса келтіріп та береді. Мен ба енді? Нұрсұлтан. Дәл осылай. Дәл осылай. Татап тұрсайық. Дұрыс па? Дұрыс. Сіз? Енді ол ана кім ғой? Жігіт. Әнші жігіт. Өте сүйкімді. Сүйкімді. Кәдімгі туған жерін айтсам бола ма оны? Жоқ, болмайды. Болмайды ма? Ондай да болады. Информация беруге болмайды. Біздің өңірдік емес. Басқа жақтық ма? Кәдімгі жақында үйленді. Айтам ба? Оны айтуға болады, бірақ көп информация Жақында үйленді. Серік Ибраев? Біреу кетті. Кәдімгі анау Екеу кетті ме уже? кәдімгі лирикалық әндерге жақын. Болды, білдім. Дәстүрлі әнші ма? Қуандық Рақым. Иә. Дәл басқа аймақтың дегенге сүйкім. Үшінші жауап. Жоқ, шөмес, брат. Үшінші жауап. Үшінші жауапты таптыңыз. Екіншісін резко айттым, просто сұрадым, дәстүрлі әнші ма деп. Жоқ, мынау ма деген жоқ қой. Вариант емес просто. Дәстүрлі әнші ғой енді ол. Главное тауып келе жатырық қой. Конечно. Келесі. Мен ба? Арман жауап ма негізі? Әбекеңе сұрақ кетті. Кеттік. Мен көргім жоқ. Жоқ, көргім жоқ. Көрсетсеңіз. Көрдің ба? Көрдім. Камераға көрсетіп қояйық. Қайтып жаба салайық. Бір емес. Қош. Топ. Топта. Жігіттер ғой. Бірінші күйді. 91. Бәрекелді. Сасырға деп жатырмын ғой ше. Айтамам енді. Өлеңін айтуға болмайды ғой айтпаса мен келтіріп те берейін. Қалай ғана айта аламын деп. Келесі. Бізде Нұрекең. Нұрсұлтан бауырымызға. Әбеке қарап алыңыз. Көрдің болды ғой. Ол кісі. Оқыдыңыздар ғой. Камераға қаратып қоясың. Ол кісі үлкен кісі уже. Шаштарын айтам ба? Айтамыз. Еркек кісі. Болмай айтса айтам, е? Примерно қазір. Еркек кісі кәдімгі. Іс-қимылмен көрсетсеңіз болады. Жолбарыс Сейфуллин? Жоқ. Бірінші кетті.
Лукман Жолдас. Иә. Гитарист. Жолдасов. Ұттық па? Иә. Ой, бәрекелді. Өнерден Молодец. өнерден алыс емес екені Рахмет, көрініп тұр. өте қызықты екен. Көрініп тұр. Біраз әншіні танитыны да білініп тұр мына жерде. Иә. Екеуі де жеңілген жоқ былайша айтқанда, бірақ сонда да енді әбеке маған бір ән жазып берсең. Қалай? Дұрыс. Құдай қаласа Бірге болды. жаңағы кафеге барайық болмасам бір нәрсе қылайық иә. оның тең. Ауыз ашатын. Әбеке, жалпы ойын өтті ме өзіңізге? Ұнады ма? Әдемі екен, иә. Ұнады. Енді бір өзекті сұрақтар қойсақ, жалпы Еуропаға еліктейміз деп есіріп кетпедік па? Шынымды айтсам, есіріп кеттік ау. Себебі Кеттік деп ойлайсыз ба? себебі алдыңғы буын ағалардың алдында оқыған кезде Мейрамбек ағаның өзі маған Қазақстандағы әншілерімізге 5-6 өлең жаздым екен, ол өлең хит болды екен деп мәз болма. Сенің әлі жазарың көп. Шетелге дәріптеп, қазақ нақышты шетелге көрсет. Шетел орындасын әндеріңді. Бір Қазақстан деп тоқтап қалма. Шетел орындасын, шетелге лайықты қылып жазыңдар деген Мейрамбек ағаның бір сондай бір Ақыл ақыл кеңесі. кеңесі, енді жаман болсын демейді ғой. Қазақтың өнерін дамытып, шетелге дәріптеңдер деген. Именно маған қарап айтқан сөзі бар еді. Сол себепті мен ойлаймын, кейде қорқам. Заманның талабына сай дейді ғой. Заманның талабына сай әндерді амал жоқ жазамыз. Мен жасырмай, жазған туындым үшін қаламақ сұрайды. Жасырмай. Себебі мен осы ертеректе жазып жүрген кезде, әнімді алғаш жазып жүрген кезде бердім. Бердім да, жалпы былай тегін деп сыйладым. Содан кейін 3 жыл ән жазамай қалдым. Әр адамның көңілінің жаңа түйсігінде бір не болады ғой, өзінің бір туындысы үшін, өзінің дүниесі үшін, Шығармашылығы үшін. дүниесі үшін қарны жаңа аш дейді ғой. Көңіл тоқ емес. Көңіл аш. Жарайды деп бердім. 3 жыл ән жазбай қойдым. 3 жыл. Сұраймын ғой үлкен композиторлерден, не осындай бола ма? Композиторден кішкентаяқ бола ма? Ғұмыры деп сұрағанда жоқ. Не істедің деп. Әндерін бердім. Бердім ба? Тағы не істедің? Ешкім істеген жоқ. Жалпы сен әндерің, дүниең үшін, туындыларың үшін қаламақы алғанымды қалайдың мен? Деп сұраған кезде мен әрине аға. Оны кім қаламайды? Дегенімде осы сенің қателігің деген. Сен туындыңды былайша айтқанда тегін бермегенің дұрыс шығар. Себебі сенің көңілің оны қаламайды. Деді. Енді ақшаны жақсы көрмейтін адам мені қатты дүние соңына түсіп кеттім деп айта алмаймын. Мысалы мен машинамды көрсеңіздер, қарапайым машина. Қарапайым машина. Үйім кәдімгі қарапайым. Мен әкемнің сөзі бар ғой, ешкімнің ала жібін аттама, ешкімнің ақысын жеме деген сөзі бар. Сол сияқты мен содан кейін тегін беру, тегін жазу деген дүние жоқ. Сондықтан арасында сұрағыңызды ұмытып қалатын жерлеріміз болып жатыр. Жүргізуші болғаннан кейін арасында еске түсіп тұрсаңыз да болады. Сондықтан осы сіздің негізгі сұрағыңызға жауап беріп жатырмын деп ойлаймын. Жалпы. Енді әбеке, бағанағы сөзіңіз аузыңызда, бағанағы сұрағыңыз енді менің кәдімгі өңешімнен де өтеді. Себебі Еуропаға келді. қазіргі нақышында жазып жатқан дүние келеді да, абзал осындай стильде, осындай ән жазып беріңізші дейді.
жарайды композитор болғаннан кейін жан жақты болған жақсы деп жазып беремін. Кейде жазып болғаннан кейін өзім өкінемін ше. Осыны мен не үшін жазып бердім? Ол не? Ол халтура. Не үшін жазып бердім мен? Ұят болды ау. Кейде айтамын. Қойшы, әркім өзінің күнін көрсін. Әркім өзінің нәпақасы ғой. Жарайды. Кім жазбай жатыр? Деймін де жазып ақшасын аламын. Бұл осы күнге дейін жұмыс істеп, айлық алып, ондай болмаған екен. Чисто сол шығармашылықпен күн көрген екен. Былай қарап тұрсам. Енді осы мәдениет басқармасы басшыларына үлкен алғысымды айтамын. Осы жұмысқа шақыртып жіберіп, осы жұмысқа орналастырып, үлкен рахметімді айтамын. Сол енді айлыққа ілініп, айлықпен жұмыс істеп жатқаннан кейін, айлығың бар ғой деп, қазір шығармашылықты бір шама, ұлттық, рухты көтеретін, отан туралы, ана туралы, әке туралы, сондай бір әндер жазып. Сондай бір серьезный әндер жазғым келіп жүр. Бұлайша енді 1 жыл болды жазбағаныма әнді. Ол неге? Арасында демалып тұру керек. Себебі бір музыканың бір қасиетін айтайын. Енді құдіреті деуге ұят болады. Құдіреті тек Аллах қана. Қасиеті. Сондай бір. Мысалы мен осы фонда отырмын. Осы фонда отырамын да бір ән жазамын. Сөйтем де екінші фонда отырмай, дәл осы фонда қайтып келіп жазсам, сол ән ана әнге ұқсайды. Көрдіңіз ба? Осы фонда отырып мен жазам әнді. Қайтып келіп бір айдан кейін осы фонда отырып қайтып жазсам, ана әннің көшірмесі болып шыға келеді. Сонда айтайын дегенім, миды басқа обновление дейді ма? Сондай бір жаңашалап тұрып, демалып тұрып жазбаса, айтпаса мен бір жылдың ішінде қанша әндер келді? Мен шығайын деп. Жоқ. Өзім әшейін ермекке айтам да, әдемі ән екен деймін де, мүлдем жауап тастайсың қайтып. Себебі ол нәрсе мен 3 жылдан кейін, 4 жылдан, 5 жылдан кейін сол ән маған келіп қайтып. Мен білем. Енді әбеке, шетелден ән ұрлау оңай олжа ма, әлде еліміздегі композиторлар тапшылығы ма? Кейбір әншілерге. Барлығы демейміз. Өте орынды сұрақ, өте әдемі сұрақ. Композитордың тапшылдығында емес. Композитор жетеді, Құдайға шүкір. Не деген мықты композиторлар бар қазіргі таңда. Просто әншінің өзінің қалауы жәндегідей көбінде халтура өткендіктен, одан кейін шетелден ән алу деген, ол мысалы айтайын, Рахымжан өзімнің досым. Жақайым. Раха. Мысалы ол оныкі оңай олжа деп айтуға болмайды. Оның бәрі еңбек, қанша маңдай тер, қанша әнді жаздыру. Бірақ соның арқасында қазір елімізге жаңа серпін берді. Мысалы 80-90 жылдағы ырғақтарды келтіріп тұрып, еске салып жатыр. Оның өзі, мен ойлаймын, бір халқымызға осы жаңа серпін, кішкене бір жаңа бір жаңалық деп ойлаймын да. Бірақ енді әрине не жетсін өзіміздің әнді өзіміздің әншілер айтқанға. Біздер енді ол әншілерде де, кейбір әншілерде де жағдайы соған тура келіп тұрған нелер болады. Мен енді құр ана плагиатты алып, лучше жаздырып шығарып көрейін депші. Ол да бірақ білмеймін енді. Мен ойымша, менің өзімнің әнімді қырғыз ағайындар алды, досым деген әнімді. Бірақ мен рұқсатымсыз алды. Авторский қорғау. Менің әндерімде бәрі қорғаулы, Аллаға шүкір. Мен бірақ ескерттім. Арнайы звондап таптым да ескерттім. Жігіттер,
менен рұқсат сұрағандарыңда мен беретін едім, былай-ақ орындай қойыңдар. Енді Менен рұқсат сұрамай алғаннан кейін мен кішкене көңіліме қаттырақ тиді. Оның үстіне клип түсірген ғой. Клип түсіріп тастаған. Кәдімгі Қырғызстанда біраз жерлерде жақсы шығып жатыр дейді. Сонымен хитқа айналып жатыр. 2 аптаның, 3 аптаның ішінде ма 1 миллион просмотр уже. Сондықтан мен іштей қынжылдым, қызғандым. Бір ауыз рұқсат сұрамағаннан кейін туындым ғой дедім да наразылық таныттым. Енді қазақ қырғыз бір туған деп біздің де қазақтардың кейбір енді эстрада жұлдыздарымыз, әншілеріміз Қырғыздан көп ән алған ғой. Соғанда олар да бізде бір қолға салып деген, бірақ рұқсат алмаған дұрыс болмапты. Бірақ ол кезде де мен еститінмін, кәдімгі наразылық білдіріп жатыр қырғыз ағайындар деп. Ол енді екі елдің арасына іріткі салу емес, екі елдің арасына бүлік салу емес. Жалпы қай қырғыз болсын, ол біздің бауырымыз. Әрине. Мұсылман болса, ол бауыр. Сондай бір жақсы сөз бар ғой. Жалпы енді өнерден басқа өзіңізде қосымша табыс көзі түсіп отыратын басқа да жұмыстарыңыз бар ма? Жоқ. Мен кәдімгідей асып, тасып, мен мынанша, мен қарапайым ғана баламын. Өзіңізге жаңағы шығармашылықта жаңағы не береді жаңағы? Сыйақы, қаламақы деген береді. Соларды алып арасында міне енді филармония жұмыс істеп жатыр. Айлық сол Таза өнермен күн көремін. Менің бір өзіңізге ұнайтын бір топ 5 әншіні айтып кетіңізші. Маған ба? Өзіңізге қатты жүрегіңізге тартатын. Ер мінезді ер ағам Еркін Нұржан, ер аға деймін ол кісіні. Өте салмақты, сол кісі мен қатты құрметтейтін. Жалпы өнер әлемінде, өнер эстрадасында құрметтейтін әншілерім көп. Құрметтемейтінім де бар. Енді жасырмайын. Құрметтемейтініңіз кім деп қалмаңыз, бірақ енді оны айтуға болмайтын шығар. Себебі құрметтейтіндерімді айтайын. Ер ағамды айттым, Мейрамбек ағам бар, Бесбаев. Одан кейін өзімнің жанашырым, өзімнің жақын досым, өзімнің бауырым, сырымызда, қырымызда жасырмаймыз бір-бірімізге. Ол Жолдасбек. Жолдасбек Абдыхан. Жолдасбек Абдыхан. Одан кейін мынау деуге де мен қазір ананы алғым келіп тұр да, ойыммен. Алсам мынау қалып тұр. Жалпы менің құрметтейтін жоба осы кісілер. Жаңа Мейрамбек аға деп өзіңіз айтып қалдыңыз, көбінесе сол кісіні өзіңіз қатты құрметтейтін сияқтысыз. Мейрамбек ағаға мысалға 10-та қосуыңызға болады, топ 5-ке. Мен қосып отырмын ғой. Мейрамбек ағадай болу екінің бірінің басына қонған бақ емес. Себебі Мейрамбек ағаның болмысы, дауысы, жалпы өлең айту мәнері ешкімде жоқ деп ойлаймын. Қазақтың маңдайына біткен сондай бір әншісі. Енді әбеке, жалпы батыстың былығына батып қазақи құндылықтарымызды жоғалтып жатқан жоқпыз ба? Сырға тағу, шаш бояу, немесе шетелдің әндерінде. Мен түбегейлі қарсымын. Қазақи құндылықтарымызды жоғалтып алған жоқпыз ба? Мен түбегейлі қарсымын, Нұреке. Себебі мен кейде намыстанамын. Қазағымыздың сондай нәрселер тағып, сондай бір бытта деп бірдеңені айтып отқанын мен таң қаламын. Біздің өзіміздің елбасы мен жігіттер. Қазағымыздың жастары соны әнді қалай тыңдайды, мен таң қаламын. Мен қартайып қалған түгім жоқ. Мен де жастың қатарындамын. Жасым 34-те.
жасырмаймын. Иә. Бірақ менің өзім 25 жастағыдаймыз. иә миым ашып кетеді ананы тыңдасам. Жалпы мен ойлаймын, даже ішімнен де ойлаймын ше, осындай нәрселерді тоқтататын бір композиторлар шықса екен деп. Осы нәрселердің басты дүниелерді жоятын. елдің махаббатын әнге деген бұрып тастайтын композиторлар шықса екен деп ойлаймын қазағымызда. Себебі менің шамам барынша, шамам келгенше жазып жатырмын. Енді менің ғана туындыларым тоқтатады деп айта алмаймын. Қайда? Жалпы бір жазған кезде соның бәрі махаббаты соған ауатындай композитор болса екен деп тілеймін мен қазағымызда. Иә, енді әбеке, әнді айтсаң жаныңды жеп айтасың дейді. Жалпы қазіргі эстрада жұлдыздар деген әншілеріне деген өзіңіздің көзқарасыңыз. Жан әншілер шынымен жеп айтып жатыр ма? Жанын жеп айтатындар аз ғой. Аз. Қазіргі таңда жанын жеп айтатын әншілер аз қалды. Жүрекпен айтатын ән де аз. Себебі көп әндеріміз халтура болып кетті. Енді дұрыс қой, оны да түсінуге болады. Мысалы, көп әндерді той айдың әнін айтпасаң өтпейсің қазір. Осы нәрсе болып қалды. Мысалы, жаңа мемлекет деп айтпаймыз дедік қой, бірақ енді осы жерде айтып жіберу керек болып тұрған сияқты. Иә. Мемлекет, мысалы, Россияда гонорарлар бөлінеді әншілерге, қомақты сыйақылар бөлінеді. Мемлекеттің қолдауы бар. Иә, мемлекеттің қолдауы бар. Біздегі әншілерге мемлекеттің қолдауы жоқ қой. Әр әнші әйтеуір тыраштанып өзінің күнін көруде. Өз әнін жазады, өз әнін жазады, иә. Өзінің жаңағы несін алады, оның бәрі еңбек, оның бәрі ақша. Сөйтеді да, ол табыс көзін қайдан табады? Тойдан табады. Содан кейін амал жоқ тойдың әндерін жазады. Сосын әншілердің жаңағы сұранысы да той әндері болып келеді. Мысалы, содан кейін де біз той ән жазбағанда не жазамыз еді? Бізге ақша солар беріп жатса, сұраныс солай болып жатса. Мысалы, Арай Ғалымжанқызы. Көп әндерімді билететін тойдың әнін сол айтады. Бәрі хит десек те болады. Былайынша айтқанда бәрі хит. Арайдың. Соны жазамыз. Хайп өтеді жүреді деп қойсаң. Иә, Арай ақша береді, жасырмаймыз. Әбеке дейді, Али деген бауырымыз бар. Арайдың жақында күйеуі ғой. Білеміз, әр продюсер әр күйеуі. Али бауырымыз. Әбеке, бізде мынандай болып тұр дейді. Қомақты ақша. Халық Арайдан сол нәрсені күтеді. Иә. Ал Арай халыққа беру үшін сіздерден сондай нәрсені алады, яғни. Соны енді, иә, мысалы, жаман болып отқан жоқ. Құдайға шүкір. Бірақ енді ол нәрсе негізі біздің ең соңғыда болатын нәрсеміз еді. Ең алдына шығып кетті да. Халтура айтып, ұлттық құндылықты дәріптеп насихаттайтын әндер азайып баратыр. Мен соған қынжылам. Енді той қазақтың қазынасы дейді, той әндердің де жоқ болғаны дұрыс емес деп ойлаймын өзім. Былайша айтқанда, батыстың жаңағыдай көп қой, көп жанры, басқаша жанр, рэп, басқалардан қарағанда тойдың әндері ол қазаққа керек деп ойлаймын. Иә, ол міндетті түрде. Жоқ, мен оны жоққа санап не істеп жатқан жоқпын. Просто біздегі қайран күндер кешегі сайран. Мысалы, қандай ән? Қи алмадым, қимадым. Мысалы, махаббат жанрында болса да, Шәмші Қалдаяқов. Вальс, короче, Шәмші атамыз.
атамыздың әндері қандай? Мысалы мен облыстық Шәмші Қалдаяқов филармониясында жұмыс істеймін. Біз концерт береміз. Жалпы Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармонияда жұмыс істеймін. Шәмші әндерін сағынады халық. Иә. Сол кезде қуанып қаласың. Шынымен әлі осындай әндерге шөлдеп жүр екен ғой деп. Өмір ұзақ әндер. Иә, өмір, ғұмырланды. Жалпы батыстың әндері мен ойлаймын тоқтайтын шығар. Жалпы енді өзіңізге келейік, жеке алдағы уақытта өзіңіз бөлек, бұл өнерден бөлек бизнестер, жаңа жобалар бастауға қалай қарайсыз? Маған ұсыныс жасай жатқан әншілер бар. Продюсер бол жасаңызшы, музыкальный продюсер болыңызшы дейді да. Енді қазір маған әлі ерте сияқты. Себебі менің әлі тәжірибем де аз ол үшін. Кәдімгі жоқ адамды халыққа көрсету, соны бар қылу, жоқ адам емес, жоқ талантты. Жалпы елге таныстыру оңай дүние емес, ол қаншама еңбек, қаншама маңдай тер. Жалпы үлкен сахналарға шақыртулар көп келіп тұра ма? Өкінішке орай келмейді, көп келмейді. Себебі сахнаның бәрі қазір таныс тамыр. Ақшасы барлар, аузы барлар әнші. Кішкене ақшаң бар ма, шақыртып аласың. Себебі ақша бересің. Оған сай әніңде болу керек оның үстіне шақырту. Бірақ енді жалпы біз көбінде жаңағы ренжиміз ғой. Анау шақырмайды, мынау шақырмайды. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Жалпы әнді қолынан келе ма, мықты ән жаз, шақыртып аласың. Бірақ көбінде мен жаңағы айтып өткен бекер емес, таныс арқылы. Танысың болса концертке шығасың. Кішкене майдан болса концертке беріп шығасың деген сияқты ғой. Бизнес. Енді әбеке хит жазамыз бағдарламасын көрген боларсыз. Шақыртып алдым. Сол жерден әндер хит болады деп ойлайсыз ба? Сол жерден айтылып жатқан. Мен ол бағдарламаға осы маусымға шақыртып алдым. Керемет. Алла нәсіп етсе барам. Енді шынымен айтқанда тақырып беретін ағаларымыз бар емес па? Сол кісілерге байланысты. Өйткені ол кісілердің біршама қатары жастар болса, хит шығуы мүмкін. Енді ол кісілер өмірлік, СССР кезінде кісілер болғаннан кейін кішкене адамның тыңдауына қиындау тақырыптар беріп жатыр да, мен соңғы кезде қарап жүрмін. Байқап жүрмін. Мысалы, кеше бір несінде аягөзді айтатын бауырымыз бар. Мәлік Жамбылов. Мәлікке бумеранг күшті тақырып берді, бірақ ырза болдым. Бумеранг деген. Вот сондай заманауи тақырыптар берсе, мүмкін хит болатын шығар. Бірақ енді алайым хит болсын. Өрде қаншама композитор бауырларымыз, ақын бауырларымыз, әнші бауырларымыз жұмыс істеп жатыр ғой. Тырысып жатыр. Хит болып кетсін. Мен жалпы тілектеспін. Ал енді сахналық киімдерді қайдан аласыз? Мен осы именно сахналық киім дегенге жиі тоқтала бермеймін. Айтады ғой. Бұйырған Иә. Мен өзі сондай қарапайыммын. Қатты бір мынау күшті, мынау бүйтіп кием, мен үйтіп кием. Біздің осы оңтүстік, осы өңірдегі той томалақта жүрген кейбір азаматшаларға сәл ашуым келеді. Себебі бір киімді бір тойда 36 рет ауыстырып не керек бар? Бірақ енді мен ойлаймын, адам болып келдім ба, адам болып кеттім. Мысалы, мен мына нәрсеге қынжыламын. Сенде абыройың бар ма? Ақшаң, дүниең бар ма? Сен қасында, сені мақтайды, сен үйтеді, жақтайды. Ол деген дұрыс емес ол. Нағыз атақ абыройына. Намысы бар ер азаматқа жат нәрсе деп ойлаймын. Сол нәрселерге кішкене. Енді қарға қараған көзім шұқымайды дейді. Бірақ сырт көз сыншы ретінде қай әншілерге көңіліңіз толмайды?
оны айтайын ба? Қиын болмаса. Айту керек жоқ шығар. Айту керек жоқ сияқты. Бәрі әншілер көңіліңізден шығады сонда. Иә, себебі мен композитор болғандықтан, әрі өзім әнші болғандықтан, ертең күні өзімнің де әріптестерім жұмысыма кедергісін келтіргенін қаламаймын. Себебі мен қазір көңілім толмайды деген әншім, именно маған келіп ән жазып берші десе, мен ертең келіп қаламын ғой. Сондықтан көңілім толмайтын әншілер бар. Қатты толмайды, кәдімгідей. Ема осы неғып жүрек өнерде дейтін. Шынымен. Мен даже уақыт сәті келсе, барып айтпақшым. Осы сен өлең айтқан кезде қиналатын сияқтысың деп. Бұдан кейін ешқашан ән айтпашы деп. Айтпай қойшы. Бірақ енді мен әркім өнерге әркімнің ақ бар таласы дейді ғой. Мен көрсін. Ақшаба ма, бапшаба ма деген. Бірақ ол дүниемен сол нәрсені сәл ұстап тұр да. Шын талант көрінеді бәрібір. Шын талант. Дұрыс айтасыз. Ал енді біздің бағдарламамызға көңіл бөліп келгеніңізге көп рахмет. Сонша уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Енді Құдай қаласа сіздің мына гитара арқалап келгеніңізді көріп, бір қолқа салсақ па деп отырмыз. Иә, бұл гитара, қонақ кәде деп. Мен біріншіден жалпы осы жобаның басшылығына, осы жобаның қызметкерлеріне, жалпы жүргізушілеріне толағай табыс, үлкен мың алғыс. Жалпы мен бұл ең соңғы сұхбатымыз деп ойламаймын. Себебі мен тағы да сұхбатқа шақырса осы жоба, мен келем. Міндетті түрде. Неге? Себебі тақырыбы еркін. Өзіме өте ыңғайлы, өзіме қатты ұнады. Жалпы күшті сұхбат мен үшін өте көп сұхбат беріп жүрміз ғой. Телеарналарда бұндай еркін отырып сұхбаттасып көрмеген екенбіз. Жаңа жерде бүйтіп отырасың ғой. Напряжен, қазір не сұрақ қойып қалады деп. Себебі рахмет жігіттер. Еңбектерің жана берсін. Жалпы бұл қаралымы көп. Сондай бір жобалардың бірі бола берсін. Жалпы мен енді ең соңғы, бір жыл болды дедім ғой. Осы досымнан кейін ән жазбаппын. Досым деген әнімді жазып, кейінгісін содан кейін жазбаппын. Сол досым деген әнді мен орындап берейін. Қазір енді халыққа кеңінен тарап жатыр деп айтып. Досым, жаныма адал менің досым, тағдырда табан дедің досым, арналсын жүрек әндерім саған менің досым, мен үшін жанашырдай досым, бір үйдің баласындай досым, сыйласып өтейікші біз дәл осылай. Өлшеулі өмір дейтін мынау майдандарда, қосады дейді біздей досты пайғамбарда. Сен аман бол, жанымнан ажырамай жүр менің досым. Өлшеулі өмір дейтін мынау майдандарда, қосады дейді біздей досты пайғамбарда. Сен аман бол, жанымнан ажырамай жүр менің досым. Тамаша. Дегеннен енді. Тамаша, құрмет көрермендер, сіздер аман болыңыздар. Дос-доссыз өмір бос деп міне керемет. Достық ал ән шалқалады. Әдемі ән тыңдап жатырмыз. Құрметті көрермендер, құрметті достар, бүгін алтындай уақытын бөліп, бүгін біздің міне Шырайлы Шым қаламыздың шоқты көбейік дейік. Аллаға шүкір, Құдайға шүкір, республикамызға танымалы болып жүрген сазгер, әнші, ұлықты ұлдарыңыздың бірі бізде қонақта болған Абзал Молдабек. Әбеке рахмет, уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Тек қана жеңісті күндеріңіз көп болсын. Әрбір шығарып жатқан әндеріңіз ғұмырлы болсын деп. Әмин, рахмет. Мен енді сонымен қоса тағы да үлкен ризашылығымды білдіргім келіп тұр. Жалпы осы жобаға. Құдай қаласа тыңдармандар, көрермендеріңіз
көп болсын, қаралымы көп жоба болсын, құдай қаласа любой уақытта интервью сұхбат беруге дайынбыз. Құдай қаласа қонақ болып келуге дайынбыз. Шығармашылық табыс тілейміз. Құдай қаласа өсіп өркендей беріңіздер. Рахмет. Ал енді құрметті достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Және де біздің YouTube каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Қызықтың бәрі алда.